Мына жол Түркістан облысы Төле би ауданының Бөркөлік елді мекенінде санаторийға қарай түскен жол. Осы жолда мына тұрған демалыс аймағы маған тиесілі демалыс аймағы орналасқан. Осы демалыс аймағының құрылысы 14 жылы аяқталып, 15 жылы мемлекеттік қабылдау комиссиясымен қабылданған. Содан бері талай жылдар өтті. Мен осы Төле би ауданының әкімшілігінің жер кадастрының және жергілікті прокуратураның әділдік шешім қабылдамауына куә болып өтем. Мына тұрған ғимарат 15 жылы соғылған ғимарат болды. Осы ғимаратты қабылдау алдында жергілікті архитектура басшысы айтқан болатын. Бұл ғимарат қазір қабылдаудан өтіп жатқан жоқ, біз қабылдамаймыз деп. Мына тұрған ғимаратты да алдыңғы жағын өз еркімен бұзады деп айтылған болатын. Ғимарат. Міне енді мына жолға қараңыздар. Мына құрылыстар міне. Қазіргі айтуы бойынша мына жол 25 метр кеңдікте болу керек дейді. Содан жол түсіреміз. Сондықтан сіз мына заборды бұзуыңыз керек дейді. Мына жақтан қарайтын болсаңыз, мына заборлардың бәрі бір сызықта орналасқан. Міне. Бәрі бір сызықта орналасқан. Дегенмен бірақ ертең 2 шілде 2026 жылы сотқа, экономикалық сотқа мені шақырып жатыр. Жергілікті әкімдіктің искісі бойынша. Жергілікті әкімдік ол қанша жылдан бері мен айтып келем, осында кемшіліктер, Бөркөліктегі орын алған кемшіліктер, соны орындауды талап етуді орны қазір маған қысым көрсетуде. Мына жерде міне көріп тұрғаныңыздардай қоршау осы бір сызықта орналасқан. Мына жерде міне демалыс аймағы, мен жеке меншігіндегі демалыс аймағының қоршауы. Осы қоршауды ары қарай 6 метр жылжыт дейді. Өйткені біз қазір су, көктемде су алды. Сол су алған бойынша біз біраз жұмыстар жүргіземіз. Сонда 2015 жылы мемлекеттік қабылдаудан өтсе, мына жерде енді болса 11 жыл өтіп, маған сондай талап қоюды. Мына жерде байқасаңыздар, міне мынау қоршау тұр. Қоршаудың алдында міне көлік қою стоянкасы ұйымдастырылған. Бұл қоршаудың бұл жерде орналасуы міне барлық мынау көршілес жер телімдерінің орналасуымен бір қатарда. Мына жерде менде стоянка бар, мысал үшін ары қашықтық жетеді. Мына көршілес жерде ешқандай стоянкалар жоқ. Жолдың бойында орналасқан. Бірақ бұларға ештеңе айтпайды. Тек маған жаңа заборынды бұз дейді. Мына жерде міне көршілес забор жоқ. Міне осылай санаторийға дейін кетеді міне. Міне көрініп тұрғандай. Мысалы үшін мына ғимарат былтыр соғылып бітті. Қазір қабылдаудан өтіп жатыр дейді. Міне. Бұны егер жолды кеңейту мұқтаждығы болса, не себептен бұларға
мүмкіндік береді. Маған байланысты жерді, жолды кеңейтеміз дейді. Сіз именно мен жаңа қоршауды алып тастауым керек екен, ішке қарай кіргізу. Оның себебі жаңа жергілікті әкімдік жаңа айтып жатқанда 2021 жылғы соттың шешімі орындалмай келеді. Соны қанша талап етем. Облыс әкіміне де жеке қабылдауында болдым. 3 апрель осы 26 жылы. Сол жерде де осы мәселені көтердім. Соған бара жатқан кезде де бармай қойсаңызшы, біз өзіміз бәрін шешеміз деп сөйтіп уәде берген жергілікті әкімдік. Бірақ мен сол қабылдауға барғанына байланысты болу керек. Қазір тек маған осындай талап қойып жатыр. Міне, мына жерде қоршауларды көріп тұрсыздар. Осы жердегі мынау тұрған участок және мына жердегі мына машина тұрған жердегі участокты 2021 жылы заңсыз берілген деп соттың шешімі қабылданған. Ол не себептен болды? Ол себеп 2020 жылы мен облыс әкімі Шукеевтің замына жеке қабылдауында болғам. Сол кезде де осы мәселені көтергем. Мына жердегі участок мен 2015 жылы сатып алған болатын. Осы участокты мынау көршілес қоршап алған. Осыны да қанша жылдан бері мен өз жеке меншігіме аламан келем. Сол себептен тексерулер ұйымдастыруды талап етіп, сондай өтінішпен неғылған болатынмын. Облыс әкіміне арыз жолдаған болатын. Мына участок 2022 жылдан бері ликвидированный участок деп есептеледі. Мынау ғимараттарды осы 1 желтоқсаннан бұзуға сот шешім қабылданған болатын. Бірақ ешқандай шара қолданбай келеді. Керісінше мен талап етсем, міне мына жерден басталады. Міне менің қоршауым. Мына келе жатқан. Осы қоршауды ары қарай жылжыт дейді. Бұл қоршау тұру себебі құрылыс жүргізілер алдында барлығы мақұлданған болатын. Бұл қоршау айтылғандай бір сызықта орналасқан. Бұның орналасу себебі бұл жерде тағы да мына жақ сайға қарай кетеді. Мына жақ жоғарыдан осы жерден су жаңбыр болған кезде осы суды мынау жолмен ағып келеді де, мына жерді көріп тұрсыздар. Мына жерге осы стоянканың алдына осы жерге жиналады. Осы жерге жиналады да, мынау жердегі стоянка 2 рет көтерілген. Өйткені су мынау забордан асып, воротаның астынан асып, ішке қарай құйылады. Мынау ішке қарай құйылады, осы жаққа қарай. Бұның орналасу биіктігін қараңыздар. Мына жерден қарайтын болсаңыздар, мына жақ сай. Мына сай. Мына жердегі забордың фундаментін қараңыз. Мына 25-30 сантиметр биіктікте бар жоқ жерден. Іш жағынан қарайтын болсақ, мынау стяжканың өзі 1,5-1,70 сантиметрдегі забордан пәсте тұр. Одан қараса, мына жақта сай кетеді. Сай. Содан ана жердегі тұрған навестен сол жерде не бар? Канал өткен. Мына канал өткен. Міне осы жерде канал өткен. Міне көршілес заборды көріп тұрсыздар. Мына жерде міне менің заборым. Міне биіктіктің, міне мына жердің сайдан қарайтын болсаңыз, міне қандай
биіктікте орналасқан осы забор. Міне. Мен қалай бер жағына сонда түсіріп не қылуым керек заборды. Сонда судың бәрі маған қарай ағу керек па? Мен онсыз да міне мына жердегі жатқан міне құм тас, осының бәрі жаңбырдан ағып келген тастар. Бұны жолға үйсем штраф саламыз дейді. Ол қаяқтан ағып келгенін білмейміз. Міне мына жердің бәрі сол жолдан аққан тастармен амал жоқтықтан, осы жер мына жер біраз сай болғандықтан осы жерге кіргізіп тастай береміз. Әр жолы 30-40 тележкаға дейін осы жаққа кіргізіледі. Ол жөнінде де әкімшілікке айтқан болатын осыдан 5-6 жыл бұрын. Ешқандай шара қолдана алмаймыз деген. Мен айтқам, су мені алады, мына жерге лоток тастамайсыздар ма деп айтқам жолдан. Сөйтсем ондай мүмкіндік жоқ дейді. Міне мына жағы да міне забордың міне. Мына жердің бәрін көгалдандырып қойғанбыз. Мына жерде міне трансформатор тұр. Мына жердің бәрінде трансформаторға қарай өткен кабель өткен. Мына жерде де міне көл болған. Көл болған, осы көлдің үстіне сонда мен жұрттың забор орналасудан бер қарай түсіруім керек пе еді. Міне осы көлді енді пайдалану үшін біраз абаттандырған болатынбыз. Бірақ міне мына забордың биіктігін қараңыз. Мына жердің сайын қараңыз. Мынау көршілес. Міне осындай биіктікте орналасып тұр. Ол мұқтаждықтан осылай орналасқан уақытында. Өйткені мына жер сай. Жаңа айтылғандай барлық су, қоқсықтан бәрі осы жаққа қарай түседі. Міне қанша биіктікте орналасқан, міне қанша ступенька биіктікке қарай кеткен. Осыны сонда қалай қоршауды соғу керек еді. Сайға түсіріп соғу керек пе еді. Міне осы мәселеге байланысты мен мына жердегі міне стяжка құйыла беріп, мына жердегі заборды қарайтын болсаңыз, міне бастамасында мынаудың фундаментінің түбі бұдан да биік болған. Мына жақтан су келе бергеннен кейін барып, мына жердегі мынау топырақтың бәрі осы маған ағып келген топырақтардан мына жер толтырылған. Мына жер міне канал. Осы каналға қарай су түсу керек. Лоток жоқ. Сол себепті мына жатқан топырақтың бәрі әр жаңбыр бойынша маған ағып келеді. Міне айтып жатқаным, мынау фундамент мынау осы. Қазір бір 25-30 сантиметр биіктікте ғой. Ол одан да биіктеу еді. Бара-бара мына стяжканы маған су ақпасын деп 2 рет құйылған қайта-қайта. Мына жерде сол стяжка құйыла беріп, мына жерде фундаменті сол стяжканың ішіне кіріп кеткен. Сонда да бәрі су ағып келеді. Сумен күресудеміз. Енді болса осыны мынау заборды мынау төменге түсір дейді маған. Мұны көріп тұрсыздар биіктікті. Мына забордың несі мына жер биіктік. Енді болса мынау қатарды тағы да бір көрсетейін. Міне көршілес. Міне ғимараттары соғылған. Мен заборынан шығып тұр. Бұларға ештеңе айтылмайды. Ал менің заборыма келіп, мен жаңағы арызданып талап етуіме байланысты маған қоршауымды сүр дейді. Бұл қандай әділдік болды? Бүгін 1 шілде Конституцияның заңды күшіне ену күні. Жаңа Қазақстан дейміз, әділ Қазақстан дейміз. Осы Қазақстанның әділдігі осы болып тұр ма? 5 жыл болды мен осымен күресіп келіп жатқаныма. Енді болса сол күресіме байланысты маған осындай қысым көрсетуде. Міне мынау айтып жатқан ғимарат былтыр соғып бітті. Осыны қабылдады ғой. А менде мына жерде ешқандай құрылыс жоқ бұл жерде. Ол құрылыс мына жақта бірінші құрылыс. 30-40 метр жерде. Bu жақта ешқандай құрылыстар жоқ. Сол құрылыс болып тұрған жерге тексеру жүргізудің орнына маған кеп тексеру жүргізіп қоршауды ал дейді. Құрметті президент, осы жағдайға байланысты
тексеру ұйымдастырып осыған бір шара қолдануды сұраймын. Басқа менде мүмкіндігім жоқ. Жергілікті әкімдікке жылда 2-3 реттен барам. Жаңа айтылғандай 20-шы жылы күз айында облыс әкімінің замына қабылдауында болғам. Сол кезде осы Төле би ауданының жаңа Біркөлік елді мекенінде 43 участок сияқты заңсыз берілгені анықталған. Ол бойынша да ешқандай шара қолданылған жоқ. Мына жерде мынау айтқан менен кейінгі 2 участокты заңсыз деп жер инспекциясы сотқа беріп, сот заңсыз деп шешім қабылдаған. Мына жердегі де мынау тұрған көршілес демалыс аймағының алдыңғы жағына участок жасалып алған. Сол участокты экономикалық сот заңсыз деп таныған. 21-ші жылы болып болған. Сол бойынша да ешқандай шара қолданбайды. Қазір соны мен талап етсем, соны маған қарсы шара қолданады қайтаға. Мына жер міне, мына жер канал. Осы каналды қайтаға қоршап алып отыр. Ешқандай шара қолданбайды. Міне, мына жер канал. Міне құрылыстар, міне қарама-қарсыда міне құрылыстар тұр. Осыларға шара қолданбайды. Маған байланысты шара қолданып келеді. Сол себептен әділдік талап етем. Жалпы жаңағы комплексті түрде ма, басқа түрде ма, мына жерде комиссия құрып, осы заңсыздықтарға байланысты заңды шешімдер қабылдап, осындай коррупциялық әрекеттерге жол бермеуімізді сұраймын.